Ал енді бүгінгі тойдың жақсы өтуіне менімше Асқар бауырымның өзінің тәжірибесі, өзінің тапқырлығы, өзінің ұстамдылығы, ой өрісі менімше көп мен үшін әсер қалдырды. Ал енді Асқар, айналып кетейін. Осы қалыптан, осындай дәстүрді сақта. Өте жақсы өтті той. Көңілімнен шықты. Одан қала берді, ел, жұрт. Мен шет жағысын естіп қалдым, керемет мақтап жатыр сені. Ел сүйет сені, ел сені менімше қалайды. Анау интернет жүйесінде қараған кезде, енді мен өз басым, мысалы, жат адамын, талдаған кезде көптеген видеороликтерді өзімді таладым. Ол енді бекерден емес. Ана өзіңнің қысқаша болса да берген рекламың, жарнамаңның өзі көп нәрсені береді. Сондықтан осы дәстүрді, осы тапқырлығыңды, осындай өнеріңді жалғастыра бер. Табыс тілеймін. Табыс тілеймін. Әрдайым елдің адал еңбек істеп, елдің құрметіне бөлене бер. Халық сені сүйет, мен білем. Мына қазірде кешелі бер мен оны айтады, менен сұрайды. Асаба кім болады дейді. Мен оны Көпен ағамыздың ұлы деймін. Мінекей. Көпен ағамыздың өзі керемет бір тұлға ғой. Мен ол кісіні қатты сыйлаймын. Өйткені әділ, адал бағасын беретін ағамыз. Ал одан өніп өскен ұрпақ, мынау Асқар, мен өзім ойлаймын, сол мағынада, сол дәстүрді сақтап, ісін жалғастырады жерде ойлаймын. Сондықтан табыс тілеймін. Рахмет аға. Әрдайым осындай шыңнан көрейік. Мен өткенде айтқам, Қазақстанның емес, әлем деңгейінде асаба бол. Әумин, айтқаныңыз келсін. Жақсы. Рахмет аға. Жақсы. Жақсы. Жақсы аға, рахмет. Рахмет.